Шахматтық маневр немесе шахматтық айла епті тәсіл деп айтуға болады. Біздің басты мақсатымыз мына пілдің шығуына мүмкіндік бермеу, кедергі жасау. Ат d7 қомағалар қатарына кірдік. Патша c7 және ат f8. Мына піл h7 арқылы шыққысы кеп тұр. Патша d8, патша f4, патша e8, патша g5, патша f8 және патша h6. Бұл әрекеттің аты не дейді? Оппозиция деп аталады. Енді қарсылас деген амалсыз бұлай жүреді, амалсыз бұлай жүреді, біз бұлай жүреміз. Қарсылас деген амалсыз бұлай жүреді, біз аламыз. Қарсылас деген мысалы амалсыз қорғайды, және біз бұлай жүреміз де мынаны ап қоямыз. Көрдіңіздер ме? Басқа мүмкіндіктерді қарастырайық. Мысалы, егер де бұлай болады, мысалы патша d6 деп жүреді. Патша g4, патша d5, патша h5. Патша e5, патша g5 деген сияқты. Патша e4, патша h6. Осындай әрекеттер бар. Бұның барлығын сіздер деген ақырындап өздеріңізде қозғалтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бірақ d7 бұлай тағда қандай мүмкіндік бар? Патша d8-ді көрдік. Неге алып келетінін көрдік. Асықпай мынаны да бәрінде ап қоямыз. Екінші көрейік. Патша қай жерге баруы мүмкін? d6-ны көрдік. Енді c8-ді көрейік. f4, g5, h5 және бәрібір ерте ме кеш па қарсылас деген алады. Алғаннан кейін біз жүреміз. Бұлай және патша g7. Бұл жерде не айтқым кеп тұр? Ең бастысы қаншалықты нашар піл. Қаншалықты нашар піл, міне осы пілдің бұл деген енді сарбаздан да осал ойыншылардың бірі. Көрдіңіздер ме? Мынау енді қосалқы өтетін сарбаз, мына піл, мына сарбаз дегеннен мына пілге кәдімгідей кедергі жасап тұр. Бұндай пілдерден аулақ болуға тырысыңыздар.